Мен чай ішіп Сағат 8, 6:30-да тұрып, шашқа бардым істетуге. Әдем бала сияқты. Сәлем достар, сендерге мен Динара. Бүгін таңертең ерте тұрдым, өте шаршаптым, көздерім ісіп. Сағат 8-те жаңа бір қыз келіп кетті. Макияжға өте керемет шықты. Клиенттердің ондай жақсы пікірлер қалдырғанына өте қуаныштымын мен де. Мында заттарым кішкене жиыстырып қойдым. Қазір 2 қыз келеді, одан кейін артынан тағы біраз, одан кейін тағы біраз, әлі 5 қыз бар. Одан кейін өзім дайындап, маскарады, қатты ұйқым келіп тұр. Таңертең ерте тұрдым. Динара дайын. Макияж өзімнен. Принцесса. Қыздар танымай қалды қайжа. Берге. Бергеш. Гүлбан отмен танымай қалдым. Қасын мая. Бұл мендегі жаңа жылдық лук. Тек бітер кезде ғана түсіре алдым. Қазір папаны күтіп тұрмын. Сонымен осы екен. Заттар жиналып. Сумка, туфли барлығы. Күшті болды. Ең күшті болды. Көбінесе түсіре алған жоқпын, себебі қара болды, қараңғы тіптен ештеңе де көрінбейді. Оны видеоға саламын, немесе салмаймын, енді ренжімеңіздер. Қызыл туфлиден кейін қайтарсын осылай. Қазір папа келіп алып кетеді, мен осылай қайта беремін. Қайтарсын Динара. Үйге келді Динара. Көйлем видео дұрыстап көрінген жоқ, бірақ осындай ақ түстес. Шашым да комплектес келген, рахмет. Енді мына жерлер кетті, әрине билеп. Әдемі. Макияжым да аққан жоқ, себебі өзім жасадым. Бұл мендегі болған соңғы маскараттың бірі, 11-ші сыныпты бітірдік. Бітірген жоқпыз, 11-ші сыныптағы ең соңғы маскарат. Ең соңғы жаңа жыл. Сіздердің маскараттарыңыз, егер оқушы болсаңыздар, қалай өтті? Сол туралы пікір қалдырыңыз. Қызықтарыңызбен бөлісіңіздер. Ал сіздердің жаңа жылдарыңыз қалай өтті? 2016-ның басталуы мен үшін өте көп қызықтармен басталды. 2015 жылға баға бере алдыңыздар деп ойлаймын. Видео әрине кешірек шықты, бірақ ренжімеңіздер. Қызықтарын жақсы